Сәлем, менің есімім Хорлан Кармен. Менің каналыма келгеніме қуаныштымын, себебі мен бүгін адам өміріндегі өзгерістерді не үшін және қалай бастау керектігі жайында айтып беремін. Табиғатта бір қалыптылық жоқ дейміз. Ол дегеніміз кез келген нәрсе не өседі, не өледі. Ол әрине адамдарға да қатысты. Егер де сіз біліміңізді жетілдіріп, кітаптар оқып тұрмасаңыз, нағыз ақымақтың бірі боласыз. Сондай-ақ жұмысыңызда да жаңа бағыттарды үйреніп тұрмасаңыз, қатардағы жұмыскер болып, келесі карьералық белестерді бағындыруыңыз қиындап кетеді. Сондай-ақ денсаулығыңызға да көңіл бөліп тұрмасаңыз, жасыңыз 40-қа жетпей-ақ әрең қимылдайтын адамдардың бірі болып кетесіз. Уақыт дегеніміз бір орында тұрмайды. Уақытқа ілесу үшін сізде оқыңыз, қимылдаңыз, жаңа дүниелерді көріңіз, денсаулығыңызға мән беріңіз. Мен өзімнің каналымда оқып білген әдебиеттеріммен сіздермен бөлісетін боламын. Бүгін жақында ғана аяқталған Джон Кихоның «Подсознание может все» атты кітабынан алынған бір ғана кеңесіммен бөлісемін. Кеңеске кіріспес бұрын автор туралы біраз сөз айтып кетейін. Джон Кихо 1975 жылы адам миының жұмысын зерттеу мақсатында орманға тұруға кетіп қалады. Сол жақта өзінің оқыған және де өзінің тәжірибесіне сүйене отырып, ол адам миының жұмысын жақсартатын өз бағдарламасын шығарады. 1978 жылы ол адамдарды оқыта бастайды. Бір жылдан кейін оның лекциялары үлкен сұранысқа ие болады. Кітаптың негізгі ойы миыңыздың жұмысын жақсы түсіну үшін сізге әлемнің жаратылысын не болмаса физика заңдарын білудің ешбір қажеті жоқ. Мәселен, көлік айдайтын болсаңыз, сізге карбюратордың не болмаса машинаның моторының жұмысын білу міндетті емес. Тек қана арнайы мамандар ғана оның қалай құрылғанын біледі. Дегенмен көптеген адамдар оп-оңай көлікті айдай береді. Сол сияқты сізде мидың жұмысын түсінуіңіз қажет. Ең бастысы ойша елестету мен визуализация құр арман емес шығармашылық процесс екенін түсініңіз. Кез келген нәрсе ол энергия, ал энергияның бағыт-бағдарын түсінетін болсаңыз, ми жұмысында түсіне бастайсыз. Сол кезде шабыт, интуиция, сезімнің адамға көмек беретін заңдылықтарға бағынатынын түсінесіз. Қазақта жақсы мақал бар, жақсы сөз, жарым ырыс дейді. Ендеше сізде жақсы ой, жақсы ниет, жақсы арманның арқасында өміріңізге деген көптеген өзгерістерді әкеле бастайсыз. Ендеше сізде армандаңыз, армандарыңызды орындай беріңіз. Мен өзімнің келесі бейнероликтерінде осы кітаптан және де өзге де кітаптардан алған өзімнің кеңестеріммен бөлісетін боламын. Сондықтан да менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыз.